Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін мен сіздерге НКТ сұрақтары, яғни аттестацияға дайындалуға арналған педагогика сұрақтарын ұсынғалы отырмын. 90-100% келеді деген сұрақтарды назарларыңызға ұсынамын. Алда міне аттестация тапсыратын уақыт келе жатыр. Алла қаласа осы видеоны қосып қойып, тыңдай отырып жаттанды түрде сұрақтарды жаттап аласыздар деген ойдамын. Ендеше бастайық. Педагогика сұрақтары. Бірінші сұрақ: қара жәшік ішіндегі жұмыс оқушымен бірге критерийді талдау. Екінші сұрақ: оқушы үшін бағалаудың мақсаты табысқа жетуге бағыт беру. Үшінші сұрақ: оқуды бағалаудың оқу үшін бағалауға ауыстырылу шарты. Бағалау сипатын өзгерту. Төртінші сұрақ: дарынды және талантты балалардың анықтау өлшемдерінің ішіндегі өз білімін жетілдіру өлшеміне сәйкес келетін балаларда көрініс табатын ерекшеліктер. Олар өздерінің оқуларын реттей алады. Бесінші сұрақ: егер бала ерте жасынан бастап ерекше қабілеттеріне ұзақ уақытқа ұстай алу қабілетін танытса, онда оны ең үздік оқушы анықтау өлшемінің қайсысына жатқызуға болады? Шоғырлану. Алтыншы сұрақ: Ренцулли мен Райс бойынша дарынды және талантты оқушылардың білімін жетілдіру бойынша қызметтің бірінші кезеңі жалпы зерттеу жаттығулары. Жетінші сұрақ: сабақты зерттеудің мойындалған ерекшеліктерінің бірі демократиялы. Сегізінші сұрақ: сабақты зерттеу lesson study тәсілінде зерттеу сабағы аяқталғаннан кейін жүзеге асыратын белгіленген құрылымы бойынша кезеңдердің бірі. Келесі сабақты зерттеуді топпен бірлесе жоспарлау. Тоғызыншы сұрақ: сабақты зерттеу үдерісінде білім сапасын арттыратын белгілі бір тәсілді дамыту жолын анықтау үшін зерделенеді. Оқушылардың оқу үдерісі. Оныншы сұрақ: сабақты зерттеу тәсіліне қатысты дұрыс тұжырым. Топты кәсіби ұйымдастыру үшін тәжірибесі бар мұғалім арнайы шақырылады. 11-ші сұрақ: мұғалімдердің жаңа педагогика мәтініндегі акты қолдану тәсілдерімен білу. Редакциялау үдерісінде ойлармен алмасу. 12-ші сұрақ: оқу үдерісінің қалай жүретінін басқалардан гөрі жақсы біліп, өздерінің оқуын реттей алатындығы. Өз білімін жетілдіру. 13-ші сұрақ: оқуды жақсарту мүмкіндіктерін, сондай-ақ осы мүмкіндіктерді іске асыру әдістері мен түрлері анықтауға бағытталған бағалау түрі. Оқу үшін бағалау. 14-ші сұрақ: сабақты зерттеудің бастапқы кезеңдері. Топ мүшелерінің жұмысты бірлесе қайта жоспарлауы. 15-ші сұрақ: Мерсердің зерттеуіне сәйкес, ұжымдық әңгіме түсіну мен білім беру қол жету аясындағы табысты талқылауларда басымдылыққа ие болатын әңгіменің түрі. Зерттеушілік әңгіме. 16-ші сұрақ: ең үздік оқушыларды анықтаудағы икемділік, сенімді өлшемнің сипаттамасы. Басқаларға қарағанда ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған. 17-ші сұрақ: оқып үйренуге деген уәжін қиынырақ ойын мен тапсырмаларға ұмтылу арқылы арттыру оқушыны анықтайтын өлшем. Күрделілікке деген сүйіспеншілік. 18-ші сұрақ: бағалау мақсатында жүргізілген қадағалау нәтижелерінің интерпретациясы. Алынған мәліметтердің мәнін анықтау. 19-ші сұрақ: сабақты зерттеу тәсілін жүзеге асырудағы бастапқы кезең. Сабақты бірлесіп жоспарлау. 20-ші сұрақ: оқушылар мен мұғалімдерге білім,
түсіну және дағды туралы хабар беруді көздейтін бағалау мақсаты. Кері байланыс. 21 сұрақ. Ақпараттық коммуникациялық технологияның дамуы арқылы анықталатын өзгеріс. Оқыту, әдістер және технологиялық тәсілдер. 31 сұрақ. Әлеуметтік, танымдық және аффекттік компонент үйлесімі. Мен тұжырымдамасы. 22 сұрақ. Оқушы қалай ойлайтынын, оқитынын қадағалау, бақылау, осы ойлау нәтижелерін оқу үрдісінде сапалы пайдалану үдерісі. Метатану. 23 сұрақ. Балалар өздерінің сенім, біліміне сүйеніп, пайымдау жасай алады деген түсінікке негізделген оқыту ортасы оқушыға бағдарланған. 24 сұрақ. Шульман құзырлы мұғалімге тән 3 белгі көрсеткен. Соның бірі болып оқытудың тәжірибелік дағдыларын сипаттайды. Оқушылар білімін бағалау, ынталандыру, сабақты жоспарлау әдістемелерін меңгеруі. 25 сұрақ. Топтық жұмыста әркімнің идеясы пайдалы деп санағанымен, мұқият бағалау жүргізілген әңгіме реттелген әңгіме. Кумулятивтік әңгіме. 26 сұрақ. Баланың білім дағды, білік және өз бетінше әрекет ету мүмкіндіктерінің дамуына қарай орнатылатын, нығайтылатын, бөлшектенетін уақытша құрал. Көпіршелер. 27 сұрақ. Оқушылар мен мұғалімдерге жетістіктер мен даму туралы хабар беруді көздейтін бағалау мақсаты. Кері байланыс ұсыну. 28 сұрақ. Оқушыларды жетістіктері үшін марапаттау жүргізудегі бағалау мақсаты. Уәж. 29 сұрақ. Оқушылардың тақырып бойынша нені түсінбегенін анықтау үшін бақылау алып, қателерді түзетудегі бағалау мақсаты. Оқудағы қиындықтарды анықтау. Бағалау арқылы оқуды жақсарту үшін енгізілуі тиіс 5 түйінді фактордың бірі. Оқушыларды өзін-өзі өзара бағалауға араластыру. 31 сұрақ. Дарынды және талантты балаларды анықтауды жоспарлауға көп уақыт жұмсап, бірақ жоспарды тез жүзеге асыра алумен ерекшеленетін оқу өлшемі. Ойлау қабілетінің жылдамдығы. Міне, құрметті әріптестер, бүгін біз осы 31 сұрақты біліп үйрендік. Енді осы 31 сұрақты бірнеше рет қайталап, өздеріңіз жаттап алып көріңіздер. Сіздерге сәттілік тілеймін. Ары қарай сұрақтарды бірге жалғастыратын боламыз. Әзірше осы 31 сұрақты бірге жаттап алайық.